Қазақстанда блокчейн және криптовалюта қауымдастығы құрылды. Ұйым блокчейн технологиясын шетелдік озық тәжірибелерді қолдана отырып, ел экономикасына енгізуді көздейді. 2 ай бұрын құрылған қауымдастық Астана халықаралық қаржы орталығымен бірлесе жұмыс істейді. Сондай-ақ Қазақстан криптовалюта туралы заңнаманы жетілдіруге кіріспек. Көршілес Ресей аталмыш заң жобасын алдағы маусым айында қабылдайды, ал Беларусь өзінің атақты технопаркінде криптовалютамен есептесуге рұқсат берген. Және 2023 жылға дейін ешқандай салық салынбайды. Біріншіден, ол Қазақстандық ақшаның шетелге жылыстауына тосқауыл болады. Біздің азаматтардың басым бөлігі басқа нарыққа кетіп жатыр. Ол Ресей, ақш, Сингапур сияқты адамдар бәрібір сатып алады. Биткоин онлайн есептесу құралы. Қауымдастық төрағасы салыстырма ретінде адамдар бұрын аң терісі немесе алтынмен есептессе, қазір заман талабына сай онлайн ақша пайда болғанын түсіндірді. Бағасы өте құбылмалы. Мәселен, 2017 жылы бір биткоин $1000 болса, желтоқсанда $20,000 дейін өсіп кеткен. Бүгінде құны $15,000 құрайды. Қауымдастық мүшелері бұл салаға табыстың 10% салып қатысуға болады деген пікірде.